Армысыздар құрметті көрермен. Бүгін біз Мохамед Салах туралы сіздерге мәлімет береміз. Мохамед Салах 1992 жылы Египеттің Нари ауылында дүниеге келді. Салах Египеттегі Аль-Мукавлон клубынан Швейцарияға, Базелге жол тартты. Ол кезде оның болашағы Ливерпуль аңызы болатын ешкім білген жоқ. 2014 жылы Салах Челсиға келді, бірақ ол жерде жарқырай алмады. Ол үшін ол сәтсіздік емес, сабақ болды. Салах жұмысын жалғастырды. Фиорентина, Рома, Италияда ол қайта туды. Жылдамдық, дриблинг, гол сезгіштік бәрі де бір-біріне үйлесе бастады. Мохамед Салах Фиорентина клубының сапында 16 гол, 6 нәтижелі пас беріп, жақсы көрсеткішке ие болды. 2016 жылы ромалықтар Салахқа қызығып, 2016-2017 аралығында Салах Рома сапында ойнайтын болады. Рома сапында жалпы бірінші кезеңде 34 гол соғады, кейінгі екінші кезеңде 31 гол соғып, нәтижелі пастармен көзге түсетін болады. Көпке созылмай Мохамед Салах Ливерпуль клубының назарына ілігеді. Сонымен 2017 жылы Юрген клуб Салахты Ливерпульге шақырды. Алғашқы маусымда ол Премьер-лига тарихындағы ең көп гол салған ойыншы болды. 32 гол. Кейін Чемпиондар лигасының финалына шықты. Жарақат алса да оралды. 2019 жылы Ливерпуль Чемпиондар лигасының жеңімпазы атанды. 2020 жылы 30 жыл күткен Премьер-лига жеңісіне ие болды. Салах бұл жетістіктердің басты кейіпкеріне айналды. Мохамед Салах тек футболшы емес, ол үлгі. Мұсылман ретінде ол намазын ұмытпайды, мешіт салады, қайырымдылықпен айналысады. Ол қарапайым, бірақ рухани биік тұлға. Әр ойыннан кейін сәждеге бас қояды және бүкіл әлемге сенімнің күшін көрсетеді. Мохамед Салах бұл тек Ливерпульдің нөмірі 11-ші ойыншысы емес. Ол аңыз, ол армандар орын алатын дәлелдеген тұлға. Бүгінде әрбір бала оның есімін біледі. Ол ешқашан берілмеді, ал енді біз оны ешқашан ұмытпаймыз. Жалпы бейне жазбаны шығару барысында ең бірінші тақырыптардың бірі Мохамед Салахтың 24-25 жылдары кезеңдік және тарихи көрсеткіштерін атап өткенді жөн көрдік. Егер атап айтатын болсақ, Англия Премьер-лигасының бірінші топ биігіне бірге 4 дүркін алтын бутсаны жеңіп алды. Бұл тарихта Лионель Месси мен Терри Анри секілді ойыншыларға тән көрсеткіш. Ливерпульда 30+ голды 5 рет маусым бойы қайталаған. Бұл клуб тарихындағы рекордтық көрсеткіш. Англия Премьер-лигасында сондай маусымда гол және пас дербестігі онда 6 рет Уэйн Рунидің рекордын жаңартты. Қысқа мерзімде 5 гол плюс 5 пас рекорды 8 ойында ең жылдам саналды. Премьер-лигадағы бір маусымда ең көп гол пас қатысуымен 23-ті қатысқан жаңа рекорд орнатты. Англия Премьер-лигадағы шетелдіктердің арасындағы ең көп гол оның Премьер-лигадағы 187 голмен Серхио Агуэродан озды. Осы бейне жазбаға тұздық ретінде 24-25 Англия Премьер-лигасындағы бірнеше рекордтарды тағы да атай келетін болсақ, плеймейкер ең көп пас 18 ассист берген. Премьер-лигада жылдың үздік ойыншысы екінші мәрте рет алып жатыр. Ливерпульдің жылдық ойыншысы 5-ші мәрте рет алып жатыр. Және де осы Англия Премьер-лигасының 2025-24 жылдағы ойын аралығында кезеңнің ең үздік ойыншысы ретінде атанды. Премьер-лигада гол пас қайтарылымының ең көп санын орнатты. 18 ойында 47, яғни 29 гол плюс 18 пасты көрсеткішті көрсетті. Англия чемпионаты рекорды 38 ойындық маусымда ең көп гол пас қайтарылымы болатын. Бейне жазбаны көріп отырып, арманынан бас тартпа. Сенде егер ұлы футболшы болғың келсе, Салах сияқты еңбек ет. Жолың ұзақ болса, соңында жеңіс күтіп тұрады. Егер біздің қазақ тілді арнамыздың бейне жазбаларымыз ұнап жатса, сіздер лайк басып, арнаға тіркеліп,
келесі жолы қандай бейне жазбаны, қандай ұлы футбол туралы ақпарат бергенімізді қаласаңыздар, пікір қалдырып пікірге жазып кетіңіздер. Келесі кездескенше сіздерге еңбегім ұнады деген үміттемін. Сау болыңыздар.